ауыз ашардағы дұға кері қайтпайды. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Құрметті оқырман, бүгін біз өте маңызды, бірақ көп адам мән бермей жүретін бір сәт туралы айтамыз. Ол ауыз ашар сәті. Көпшілігіміз ауыз ашарда тек бисмилля, Алла қабыл етсін деп қана қоя саламыз. Ал шын мәнінде дәл сол сәт дұға қабыл болатын ең ерекше уақыттардың бірі. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыз. Неге ауыз ашардағы дұға ерекше? Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам былай деген: ораза тұтқан адамның ауыз ашар сәтіндегі дұғасы кері қайтпайды. Бұл өте үлкен уәде. Аллах тағала ауыз ашар сәтінде құлының дұғасын бос қайтармайды. Неге? Себебі адам күні бойы сабыр етті, нәпсісін тыйды, аштық пен шөлге шыдады, тек Алла разылығы үшін ораза ұстады. Міне осындай халде жасалған дұға ең шынайы дұға. Біз бұл мүмкіндікті қалай өткізіп алып жүрміз? Ауыз ашар кезінде көбіміз телефонға үңілеміз, асқа асығамыз, әңгімеге беріліп кетеміз, немесе тек тамаққа ғана мән береміз. Ал дұға көбінесе естен шығып кетеді. Бір ойланайықшы, күніне бір-ақ рет берілетін, Алла уәде еткен қабыл болатын сәтті біз неге пайдаланбаймыз? Ауыз ашардағы дұғаның рухани сыры. Ауыз ашар сәтінде жүрек жұмсарады, көңіл тынышталады, пенде өзінің әлсіздігін сезінеді. Ал Аллах тағала дәл осындай күйдегі дұғаны жақсы көреді. Бұл сәтте жылап дұға етуге болады, іштен ғана сұрауға болады, дауыстап сұрауға болады. Ең бастысы шынайылық. Нені сұрау керек? Көп адам ойлайды, не сұраймын, қалай сұраймын деп. Ауыз ашарда мыналарды сұрауға болады: денсаулық, балалардың амандығы, отбасының тыныштығы, қарыздан құтылу, жүректегі уайымнан арылу, күнәлардың кешірілуі, иманның күшеюі, дұғаларым қабыл болсын деп тілеу. Тіпті айта алмай жүрген ішкі тілегіңді де Алла біледі. Ауыз ашардағы сүннет дұға. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ауыз ашқанда мына дұғаны айтқан: «Уа Алла, сен үшін ораза ұстадым, саған иман келтірдім, саған тәуекел еттім, сенің берген ризығыңмен ауыз аштым. Осы дұғадан кейін өз тілегіңмен не қаласаң соны сұра». Неліктен дәл ауыз ашарда дұға қабыл болады? Өйткені бұл сәтте аштық таусылады, сабырдың соңы келеді, шүкіршілік басталады. Ал сабыр мен шүкір дұғаның ең үлкен кілті. Алла тағала сабыр еткен құлын ешқашан құр қол қайтармайды. Өмірді өзгерткен ауыз ашар дұғалары. Кейбір адамдар жылдар бойы сұраған баласына осы уақытта қол жеткізеді, қарыздан құтылады, ауруынан айығады, жүрегіндегі ауыртпалықтан арылады. Неге? Себебі олар ауыз ашар сәттін жай тамақтану емес, дұға уақыты деп біледі. Қорытынды. Құрметті оқырман, ендігі ауыз ашарда телефонды бір сәтке қойыңыз, жүрекпен дұға жасаңыз. Алладан ұялып емес, үмітпен сұраңыз. Себебі ауыз ашардағы дұға кері қайтпайды. Алла баршамыздың оразамызды қабыл етіп, ауыз ашардағы дұғаларымызды қабыл болған дұғалардан етсін. Әумин. Егер бүгінгі ақпарат сізге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, дұғасы қабыл болсын деген адамға жіберіп қойыңыз.